Таң ертең ерте тұру, күні бойы сергек жүрудің бірден бір жол десек, қателеспегеніміз. Егер ерте тұратын жанның қатарынан болсаңыз, онда миллиардер Джефф Безостың айтатын жайттары сізге таңсық болмауы тиіс. Мен ерте жатып ерте тұрам. Мен таңды ақылмен өткізгенді ұнатам. Газет оқып, кофе ішіп, балаларыммен таңғы ас ішем. Осылай уақыт өткізу мен үшін маңызды. Сондықтан алғашқы кездесулерді таңғы 10-ға қоям. Мен үшін маңызды, ақыл ойды қозғау қажет кездесулер осы уақытта. Себебі кешкі 5-терде маңызды нәрселер туралы ойлана алмаймын. Ал егер ұйқы уақытына келетін болсақ, күніне 8 сағат ұйықтаймын. Ұйқы мен үшін өте маңызды. Күнімнің сәтті мәнді өтуіне жеке маған 8 сағат ұйқы жеткілікті. Қалай дегенмен де ерте тұрсаңыз, алға қойған жоспарларыңызға айтарлықтай белсене кірісесіз. Уақытыңыз да жеткілікті болады. Қазақ ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деп бекер айтпаған. Ерте тұру дағдысына басқа халықтарда бір жақты қарамайды. Ирандықтар ерте тұрған адамның мақсаты да ерте тұрады десе, қытайлықтар ұйықтап жатқан адамның бақыты да бірге ұйықтап жатады деген мәні терең сөзі бар. Стандарт.кз порталы да, құрметті оқырман, сізді ерте тұру мәселесіне салмақпен қарауға шақырады.